Бүгінгі біздің сервистегі жөнейтін көлігіміз Toyota Land Cruiser 100 автокөлігі. Міне біздің жұмыстың қауыды анықталды. Моторчигімізді ашқан кезде мұндай жағдайға тап болдық. Одан кейін бет ашылады. Одан кейін бізге керек деталь қасын оған уақыт жоғалтпай қысқа нұсқада жұмыс басын түсіндіріп кетпекшіміз. Мына біздің шестеренкіміз механизмді қозғап тұрған. Сол байқап отырғаныңызда міне толықтай желінген. Авторежим болғанда жалпы мынандай жауатын жағдайда, мысалға балдардың қолы алып қалады, болмаса біреудің басы алып қалады, сондай уақытта кері жібереді. Жауып жатқан кезде біреудің қолы алып қалса, кері жібереді. Осында қауіпсіздік мақсатына жасалған нәрсе. Мұны қолдану тәсілінде жазылған. Ваннаға, раковинаға, қақпаққа толтырып 2 рет қояды екен. Одан кейін ыстық суымызды құйып 15 минутқа қоюымыз керек екен. Бисмилла, кеттік. Міне достар, ластанған бетіне толықтай кірмей тұр порошогымыз. Мына бетке толықтай кіріп кеткен. Міне, Аллаға шүкір, оған дейін шайнегіміз де қайнады. Бисмилла. Жұмысымызды әрі қарата жалғастырайық. Ішіндегі судың қандай болып тұр, қалай болып тұр, қызық үшін қарайық. Ішінде шыққан сұйықтық осындай жағдайда цвет. Жоқ. Жақындадың, Абеке. Жақындадыңдар деймін. Sen eğer sonra almak için bak, buna tartıştık.